Ассалаумағалейкум достар. Ана жыл видео түсірген болатын, яғни бой өсіру жайлы видео түсірген болатын. Ол кезде маған астына комментариялар көп жазылды. Және де бір 11 ма 12 подписчикке қосылды. Менде тағы да бір видео түсіруге өзіме бір желание пайда болды. Сосын сендердің қойып жатқан сұрақтарына жауап бергім келіп тұр. Бірінші сұрақ ол бой. Бұл тек арқаны түзетеді, максимум 3-4 сантиметр деп жазып жіберіпті астына. Негізінде бұл жаттығулар өте көмектеседі, өйткені аяқ егерде созылатын болса, шынымен де оның бойы не только 3-4 сантиметр, даже одан артық та өсе береді. Где-то бір 6-7 сантиметр деп по-любому қосылады. Өйткені сенің аяғың шынықпаса, ол былай айтқанда тез созыла бастайды басында. Сол сенің бойында былай айтқанда ұзартады. Қазір бойым 192 емес сияқты, одан да ұзын сияқты, өйткені 192 деп бір-екі ай бұрынғы бойымды айттым. Ал қазір наоборот тағы өскен сияқты. 194 па, 195 па, сондай. Мен негізінде күнде үйде растяжка жасаймын аяққа, там шпагатқа отырып солай. Мен наоборот бойым одан сайын өсіп отыр. Енді тыңдасаңдар, енді өздеріне керек нәрсе ғой. Сондықтан обязательно аяққа растяжка жасаңдар. Ең бастысы сол ғой, аяққа растяжка. Тамақ, ұйқыны жақсылап қандырыңдар. Андай 6-7 сағат дұрыс ұйқыларын қанбай сөйтіп жүрсе, наоборот ұйықтауға тырысыңдар, ұйқыларыңды қандырып. Сосын тамақ жағында жақсы қолға алыңдар, өйткені егер тамақты аз жейтін болсаңыздар, то бойларының өсуіне шанс азақ болады. Сондықтан тамақ, жаңағындай аяққа растяжка, жаңағындай көп тамақтар жеу, әртүрлі тамақтар жеу, жаңағындай калорийный тамақтар бар ғой, андай гречка, күріш, тойдыртатын, сондай тамақтар жесеңдер, обязательно көмектеседі. Мен сендерге сенем, сендер де өздеріңе сеніңдер. Сенің ата-анаң ұзын, сондықтан сен де ұзынсың деп жазып жіберіпті. Мен сіздерге айтатыным, генетика барлығына влиять етеді. Генетика ол былай айтқанда важно. Өйткені сенің ата-анаң ұзын болса, сенің де бойың ұзын болуына шансы көп болады. Өйткені по-любому гендар болады, сен бір қан болғандықтан бойың ұзын болуы мүмкін. Бірақ ол генетика деп олай қатып қалуға болмайды. Мен ата-анам ондай ұзын емес, максимум 170-ке барған, одан артып аспаған. Сондықтан жаңағындай жаттығулар жасаңдар, аяққа растяжка, өздерің көресіңдер результатын. Басы сеніп, сол жаттығулар жасап жүрсеңіздер, уақытымен өздерің көресіңдер, енді айтасыңдар ертең. Бауырым 173-тен 191-ге дейін неше айда жеттім деп жазып жіберіпті. Енді мен сіздерге айтатыным, бұл бойға енді 173-тен 192-ге, 191-ге жету деген ол былай айтқанда тез емес. Айтпаймын сендерге сразу. 1 ай, 2 ай деп айтпаймын ешқашан. Просто сол жаттығулар жасап жүрсеңіздер, ақырын бір айда может 1 сантиметр қосылады шығар, бір айда может 2 сантиметр, 3 сантиметр қосылады шығар. Бірақ по-любому қосылады. Білмеймін, жарты жылда қосуға болады деп ойлаймын, өзім ойлаймын. Мысалы мен жаздың ішінде 2019 жылы 10 сантиметр ма? Мен 10 сантиметр қосқам ғой. Жаңағындай аяққа жаттығулар жасап, еще мен футболмен айналыстым ғой, сол кезде аяққа көп мән бергенбіз. Сол кезде бойым резко өскен. Әсіресе жазда бой тез өседі. Астына бір адам жазып жіберіпті, қыздарға жасауға бола ма, неше ретте істеуге болады, олар қыздарға жасай беруге болма деп жазып жіберіпті. Мен сіздерге айтатым, любой ер адам болса да, қыз болса да, барлығына істей беруге болады. Өйткені бәріміз бір адамбыз ғой. Наоборот, қыздар да тез созылатын сияқты мен ойымша. Сондықтан қыздар давайте қолға алыңдар. Сол видеоны қолдап жатқан адамдар көп, лайк басып жатқандар көп. Маған сеніп жатқандарына рахмет. Сендерімді ақтаймын, және де сол жаттығулар жасап, давайте әрекет етсек, барлығы уақыт-уақытымен болады. Видеоның соңында айтатыным, егерде сен шынымен де армандайтын болсан, оған мақсат қой. Ал мақсатқа жете алмасаң, армандама дейді ғой. Сондықтан давайте барлығын қолға алайық.